touch, then you better know the price. Push it like a clutch, make a left and hit it right. Say it on the mic, I ain't got no advice. Think about it once, I'ma never say twice. If you wanna touch, then you better know the price. Push it like a clutch, make a left and hit it right. Say it on the mic, I feel like never really had shit, but I really wanted them. I've been trying to make hits, stacking on my dollars though. Бәріңізге достар, сіздермен бірге мен Данияр, және де бүгінгі видеода кішкене бір кішігірім влог болады. Бірақ мен көптен көп армандап жүрген выходныйды үйренетін болам. Бастапқыда мен оны бір айда үйрендім, 2 айда үйрендім. Вообще результат шықпаған болатын. Бірінші айда мен не үйрендім? Ол кезде подтягивание үйрендім, яғни ол кезде бірінші бірден бастадым. Бір айдың соңына қарай менде уже чисто 17 рет тартылатын. Содан кейін тұрдымда брусьяны ұра бастадым. Брусьяны тұрдым, бірден бастап максимум 30-қа дейін апарып көрдім. Содан кейін көрдім то, что брусья мен турникті екеуін қосып қандай бір элемент жасаса болады деп. Сосын достарым советовать етті то, что выход на две дегенді жасаса болады деп. Содан кейін тұрдым и көрейін дедім. Бастапқыда менде не получалось, мен вообще дым істей алмайтын. Қазір соны отрабатывать етіп көретін болам. Қалай выход на две жасау керек, соны өз жолымды көрсететін болам. Енді поехали. Қайырлы күн достар. Менің есімім Бағдәулет Ферзай. Және де бүгін сіздерге үйрететін нәрселеріміз, менің өзім үйрететін нәрсем бицепс жайлы үйрететін боламын. Және де мынау осы білекке арналған тренировкаларды сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін енді көптеген темір көтерудің де керегі жоқ. Сіздерге жай ғана қарапайым жағынан көрсем, бірден оңға шейін демекші, мына тұрған турниктен сізге үйрететін боламын. Қазір бірақ ол үйретер кезде ең бірінші біз выход на две үйрететін болам, яғни мен өз опытынан қалай не болды, соның барлығын өзінен көрсетсем бірінші. Содан кейін ол бицепс жайлы барлығын көрсететін болар. Біз екеуміз осылай көрсетіп, яғни сіздерге осылай бөлісетін боламыз. Ендеше ең бірінші выход на дведен бастайық. Ол оны қалай істейміз? Оны қанша уақытта үйренуге болады? Көкеміз қанша уақытта үйренсе болады деп. Енді мысалға істей алмайтын адамдар болады, істейтін адамдар болады мысалға да. Егер де істей алмай жатқан, даже турникке тартыламайтын адамдар болса, егер де бұл нәрсені бірінші кезден қолмен осы аралықтарда негізі қатайту керек. Потом денеге қарап көшеді. Және оны неден бастау керек? Бірінші турниктен бастау керек. Ол бірден істеліп кететін нәрсе емес, және де ол нәрсені істеу үшін 1 ай, даже 2 айда уақытта кетеді. 2 ай уақыт кете ме? Және достар, біз қазір сіздерге бір кішігірім нұсқасын біз сіздерге көрсететін боламыз. Кеттік. I don't listen to the haters, man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the penalty. I tell them, see you later, fam, I do not need this jealousy. Короче, мынау ең бірінші выход на две, яғни бұны ең бірінші жасаған болатын. Қазір енді оны отрабатывать ететін боламыз. Қазір енді турникке тұрып отжимая істейтін болам. Енді кет. Ол үшін бізге примерно осында керек. I ain't got no advice. Think about it once, I'ma never say twice. If you wanna touch, then you better know the price. Push it like a clutch, make a... Ол үшін осы аламызда түсеміз. Потом жаймен көтерілеміз. Түсеміз. Жаймен көтерілеміз. Просто менде қазір бицепске травма болған жақында. Содан кейін мен көп істемеймін. Чисто былай кішкене жасап, содан көрсететін болам. Қазір енді чисто қалай турник тартылу керек көрсететін болам. Сен жаққа тұра бер. Вот осы бұл чисто турник, яғни турниктен сен чисто жасаған осындай болады. Ал егер де көбісі былай турник жасайды да, қараңдаршы. Көбісі былай тұрады да. Осылай раскачкамен жасайды. Бірақ оларға мына бицепстеріне, мына иықтарына, және де грудактарына, немесе арқаларға вообще дым бармайды. Бұлай көп жасай береді олар да, бірақ раскачканың дымда қажет жоқ деп ойлаймын. Ол үшін сен чисто алып тұр да, турникке мін. И все. Вот, осы чистый турник деп аталады. Давай қазір досым айтатын болады.
Иә достар, біз қазір бастаймыз. Және де сіздерге түсіндірген нәрселердің бәрін енді турнинг арқылы сіздерге көрсететін боламын. Және де оны 4 әдіспен жасауға болады. Бірінші әдіс сіздерге көрсетіп жіберейін. Мысалға, осы турнинг шығыңыздар, мысалға да шықтыңыздар турнингке. Дәл отыңа шықтық. Мына арасы бір-бірімен жақын болмау керек. Сол кезде үшін егерде бұлай жасап тұрасыз, ипаске түсесіз. I ain't got no advice. Think about it once, I'ma never say twice. If you wanna touch, then you better know the price. Push it like a clutch, make a left and hit it right. Say it on the mic, I ain't got no advice. Think about it once, I'ma never say twice. If you wanna touch, then you better know the price. Push it like a clutch, make a left and hit it right. Бұл біріншісі. Және де сіздерге қазір екіншісін көрсететін боламыз. Кішігірім өздеріңіз бір уақыт қойып алсаңыздар болады. 2 минут арасында қолды осылай демалдырып, сәл тынып тұрып алсаңыздар болады. Және де егер де осыны асықпай істесеңіздер, өздеріңіздің қолдарыңызға неғұрлым асықпай істеген сайын неғұрлым денеге көп күш түседі. Және де олар сіздердің ертең, мысалы сіздер бетсеңіздер болады. Осы сәттен бастаған кезде бір күн мен 30 күн арасында өздеріңіздің айырмашылықтарын көруге болады мысалға да. Екінші түрін сіздерге көрсем, екінші түрі дәл осындай, бірақ та онда біз наяққа жасаймыз. Осы тұсқа жасаймыз, ол үшін дәл осы турникке шығамыз. Және сіздерге түсіндіремін достар. Міне көріп отырсыздар, мінекі нерден уже тамырлар шыға бастады, уже күш түсті, ауыр. Және де егерде сіздерге айтарым, бұның бәрін енді 3 істей алам, 2 істей алам дегенде нәрсе жоқ. Ең бастысы мына турникке шығып таза істеу. Сөйтіп мысалға әр этапқа өткен сайын көбейте беру, күннен күнге көбейтіп, сөйтіп нәтиже шығаруға болады. Және де үй жағдайында болатын болса, егер турникке шыққыларыңыз келмесе, үй жағдайында болса, ләж болса отжиманияның түрлерін көрсетуге болады. Оны отжиманияның түрлерін келесі жолы сіздерге көрсететін боламыз. Және де екінші түрін көрсем, бұл осыған болады. Оны біз чисті осыған шығамыз. Мынаны жақын ұстаймыз. Осыны жақын ұстаған кезде мына тұсқа да маған да күш түсетін болады. Және де көкірекке де күш баратын болады. Және де егер де осыны жақын ұстап, былай пресске де качет етуге болады да. Бірақ сіздерге осы плече мен мына бицепске көрсететін боламын сіздерге. Сіздерге достар қазір 3 пунктты көрсеттім. Осы пункттарды күндіге сезеңіздер. Мынаяққа да, осы тұстарға да, крылаға, және де бицепске, және де плечаға өздеріңіздің денелеріңізді үркетсеңіздер болады. Ендеше видео сендерге ұнатты деген ойдамын. Комментарий келесі видеоның тақырыбын жазып кетіңдер. Жаңадан келген адамдар болса, каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңдар. Өйткені мен ең бірінші видеоларымды сендер көре алатын боласыңдар. Осыда барлық жасаған нәрселерді сендер істесеңдер, то сендерде мощный прогресс болады. Ендеше барлықтарына көргендерің үшін рахмет. Келесі